Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен қытырлақ болып шығатын дәмді чебурекидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізіп алмай, менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Керек заттың құрамын описание бөліміне толық жазып қалдыратын боламын. Ал олай болса, біз чебурекимізді дайындауға кірісейік. Ең алдымен қамырымызды жасауға кірісетін боламыз. Сүтіміздің үстіне тұзымызды салып, жақсылап ерігенге дейін араластырамыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне сұйық массамызды және де жұмыртқамызды салып, барлығын біркелкі етіп қамыр елеп алатын боламыз. Біздің қамырымыз қаттылау болады, одан еш қорықпаңыздар, бұл қамырдың тұру уақыты ұзақтау болады. Ол 2 сағат өткенге дейін бұл қамырдың қаттылығы басылып, жұмыс істеуге жақсы болып, жұмсақ болатын болады. Осылай салафанға салып қалдыратын боламыз. Оға дейін біз салмасын дайындауға кірісеміз. Салмасына өз қалауыңыз бойынша тартылған етті, тауық етін қолдансаңыздар да болады. Менде пюре қолданылып жатыр. Осы пюремізді суға салып, жақсылап піскенге дейін 1-20-25 минутқа отқа қалдыратын боламыз. Оға дейін майдалап, пиязымызды жақсылап турап аламыз. Сковородкамызге, табамызға осы майды кішкене құямыз, көп құюдың қажеті жоқ. Осы пиязымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. 1-2-3 минут қуырылғаннан кейін дәміне қарай тұзын және бұрышын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің картопымыз дайын болды. Енді осы картопымызды және пиязымызды бірге біріктіріп араластыратын боламыз. Картопымызды осылай пюре етіп езіп аламыз. Осы пюрені езіп болғаннан кейін үстіне пиязымызды, қуырылған пиязды салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ары қарай біздің енді қамырымыз дайын болды. Менде 2 сағат өтті. Жұмыс істеуге өте ыңғайлы қамыр болды. Енді осыны жұқа етіп қамырды жаятын боламыз. Қамырымыздың қалыңдығы жұқа болуы қажет, қатты жұқалық емес, орташа жұқалықта болғаны дұрыс. Сол кезде біздің чебурекилеріміз өте дәмді болып шығады. Осылай мантыге түйген секілді осылайынан бөліп аламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша сіз оны домалақ пішінде кесіп алсаңыздар болады. Құрметті көрермендер, менің арнама тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады. Сол үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Енді біз чебурекилерімізді түйуге кірісеміз. Кәдімгі манты түйген секілді барлығын біріктіріп жабыстырамыз және ашық жерлерін осылайынан қолымызбен жауып шығатын боламыз. Барлық жері жақсы жабылуы керек. Біз қазір қуырған кезімізде сыртқа шығып кетпейтіндей етіп, мықтылап жауып, осылайынан барлығын түйіп шығатын боламыз. Табамызға майымызды құйып, жақсылап қызып болғаннан кейін орташа отта чебурекиларымызды осылай түйілген бетінен бастап қуырып шығамыз. Барлығын жақсылап қуырып боламыз. Бірінші беті қуырылғаннан кейін екінші бетіне аударамыз. Егер сіз бірінші астыңғы бетін қуырып пісіретін болсаңыз, чебурекилардың беті ашылып кетуі мүмкін. Сол үшін осылайынан барлығын қуырып аламыз. Жақсылап қуырып алдық. Енді біздің чебурекиларымыз дайын болды. Өте дәмді, қытырлақ болып шығады және сіз қонаққа қойғанға да өте тартымды болып көрінеді. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады. Сол үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Әсем.